Мен не істеп отырмын? Мен қазір жұмыстан кейін демалып отырмын. Яғни арт-терапия жан денеңізге демалыс алып келу үшін, перезагрузка жасау үшін міне арт-терапия көмекке келеді. Мысалға, кейде адамдар болады, бірнеше тақырыпты, бірнеше жұмысты игеріп алып жүреді дағы, бірақ өзі эмоционалдық ішкі күйіп жануға ұшырайды. Яғни эмоциональный выгорание дейді. Осы кезде өзіңізге бір 5 минут уақыт бөліп, осы арт-терапияға, яғни ден қоятын болсаңыз, ол сізге көмек келеді. Яғни сіздің ойыңыз жинақталады, жан дүниеңіз яғни демалады, және көңіл күйіңіз көтеріледі, және құйылып келіп жатқан энергияның қалай өзіңізге былай энергияның толып жатқанын өзіңіз байқамай қаласыз да. Бұл арт-терапияның кереметі. Арт-терапия оңай әрі жеңіл көмек беретін, ол терапия, яғни орысша айтқанда сам себе терапевт дейді. Өзіңізге өзіңіз терапия, яғни емдеу жұмысын жүргізесіз. Сондықтан да арт-терапияны жақсы оқып, осының методикасын үйреніп алыңыз. Егер үйреніп алсаңыз, бір отбасында бір адам ғана егер осы терапияның методикасын жақсы игерген болса, онда балаларыңызға да, туысқандарыңызға да, жақындарыңызға да, құрбыларыңызға да сіз терапевт бола аласыз. Сондықтан келіңіздер бірге жұмыс жасайық.